Мешіттен тыс жерде жұма намазын оқуға бола ма? Шариғат бойынша жұма намазының дұрыс өтелуі үшін белгілі шарттар орындалуы керек. Атап айтқанда, жұма намазы жалпыға рұқсат етілген жерде оқылуы шарт. Белгілі жамағатқа ғана рұқсат етіп, басқаға келуге тыйым салынса, жұма намазы дұрыс болмайды. Жалпыға рұқсат дегеніміз, жұма намазы оқылатын мешіттердің есігі ашық болуы, оған қалаған адамның кіріп шығуына рұқсат берілуі. Яғни адамдардың мешітке келуіне ешкім бөгет жасамауы тиіс. Себебі жұма намазы ислам рәміздерінің бірі, ол адамдар арасында ашық өткізілуі керек. Жамих ар-Румус, том 265 бет. Қазақстан Республикасында діни бірлестік мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлғаның құқық қабілеттілігіне ие болады. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңның 15 бабы. Бүгінгі таңда кез келген адам Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына КМДБ филиал болып тіркелген мешіттер келіп, өзінің құлшылығын еш кедергісіз өтей алады. Шариғат бойынша жұма намазын сұлтан, ең жоғарғы билік өкілі, немесе оның орынбасары өткізуі шарт. Том. Ханафи мәзхабының ғалымдары оған мына хадисті дәлел етіп келтіреді. Алла елшісі, оған Алланың салауатымен намазын оқы етсе, Алла оның есін біріктірмесін, ісіне береке бермесін деген. Ибн Мәжа. Сондай Хасан әл-Басри, Алла оны рахымына алсын, сұлтанға тиісті 4 нәрсенің бірі ретінде жұма намазын атап өткен. Имдат әл-Фаттах, 522 бет. Ханафи мәзхабының фиқ кітаптарында жұма намазын сұлтан немесе оның орынбасары, әмір, қази, өткізуі шарт делінген. Мирахи әл-Фала. Себебі жұма намазын өткізетін кісі нақты белгіленбесе, жамағат арасында намаз оқылатын орын, уақыты, яғни намазды ерте немесе кеш оқу жайында, сондай-ақ біреуді имамдыққа өткізуде талас тартыстар туындауы мүмкін. Жауһарату ән-Наира, том 24 бет. Бұл әрине бүлікке, дауға жол ашады. Ал намазды билік өкілі басқарған кезде мұндай таластар тоқтайды. Китап әл-Ихтияр, 109 бет. Сондықтан тәртіп болу үшін биліктің рұқсаты маңызды. Бүгінде Қазақстанда ислами діни қызмет КМДБ және оның филиалдары, мешіттері тарапынан жүзеге асырылады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жарғысында жұма және айт намаздары секілді діни рәсімдердің мешіт имамдары тарапынан атқарылатыны жазылған. КМДБ жарғысы 13 тарау, 9-11 беттер. Шешім. Жұма намазының дұрыс өтелуі үшін шариғатта көрсетілген шарттардың бірі табылмаған жағдайда жұма намазы өткізілмейді, оның орнына бесін намазы оқылады. КМДБ рұқсат берген мешіттер мен арнайы намазханаларда ғана жұма намазы оқылады. Мешіттерден тыс, тұрғын үй, қоғамдық орын, базар, өндіріс орны, оқу орны, ғимараттар мен құрылыстарда жұма намазын оқуға болмайды. Жұма намазын КМДБ тарапынан бекітілген діни қызметкер ғана жүргізе алады. Жұма намазының шарты 2 айт намазына да қатысты.